Сәлеметсіздер ме? Мен Бұланбаева Гүлнұр Балтабековна Зерде білім беру орталығының бастауыш сынып мұғалімімін. Мен бүгін сіздерге тік төртбұрыштың периметрін табу тақырыбында сабақ өткізгелі тұрмын. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай тік төртбұрыш бейнеленген геометриялық фигуралардың бірі. Тік төртбұрыш бұл төртбұрыш. Төртбұрыштардың барлығы тік төртбұрыш бола бермейді. Өздеріңіз көріп отырғандай, мына жерде әрбір бұрышы тік болғандықтан бұл фигура тік төртбұрыш деп аталады. Яғни А, Б, С, Д бұрыштарының барлығы 90 градусқа тең. Сонымен қатар тік төртбұрыштың тағы бір қасиеті, қарама-қарсы жатқан қабырғаларының ұзындықтары тең болады. Мына қабырғамен келесі оған қарама-қарсы жатқан қабырғасы тең болады. Яғни тік төртбұрыштың біз мына жерде ұзын қабырғасын ұзындығы деп аламыз. Қысқа қабырғасы ені деп аталады. Ұзындығын біз А қабырғасы деп белгілейміз. Өздеріңіз көріп тұрғандай енін Б қабырғасы деп белгілейміз. Ал периметрді біз латын әліпбиінде П әрпі бойынша белгілейміз. Енді мен сіздерге осы тік төртбұрыштың периметрін есептеу жолдарын түсіндіріп өтейін. Тік төртбұрыштың периметрін әртүрлі әдістер арқылы табуға болады. Бірінші әдіс барлық қабырғаларының ұзындықтарын қосамыз. Яғни тік төртбұрышта төрт қабырғасы бар. Яғни бұл жерде төрт өлшем алынады. Немесе екінші әдісте біз А қабырғасын екіге көбейтеміз. Өйткені екі бірдей қабырғаның қосындысы болғандықтан, бірдей өлшем болғандықтан. Және ені бірдей өлшем болғандықтан біз көбейтумен алмастырамыз. Ұзындығын екі еселейміз, енін екі еселеп, олардың мәндерін қосамыз. Үшінші әдіс көбейтудің қосуға қатысты үлестірімділік қасиетін пайдалана отырып, А және Б қабырғаларын қосамыз және шыққан мәнін екіге көбейтеміз. Осы формула арқылы тік төртбұрыштың периметрін есептеуге болады. Енді А қабырғасын біз ұзындығын, мына жерге өлшемдер жазайық. А қабырғасын біз 4 сантиметр деп алайық. Б қабырғасын 2 сантиметр деп аламыз. Енді осы тік төртбұрыштың біз периметрін есептеуіміз керек, табуымыз керек. Біз периметрді табу үшін бірінші әдісті қолдануға болады. Яғни периметрді табу үшін біз ұзындықтарын төрт өлшемді қолдана отырып, яғни 4 сантиметр ұзындығы, келесі оған қарама-қарсы қабырғасы 4 сантиметр, және ені 2 сантиметр, оған қарама-қарсы қабырғасы да тең болғандықтан 2 сантиметр. Барлық қабырғаларын қосқан кезде 4 өлшемді қолдана отырып, периметрін есептейміз. Бұл жерде 12 сантиметрге тең болады. Яғни барлық қабырғаларының ұзындықтарын қостық. Келесі формула бойынша есептейік. Яғни А қабырғасы деп отырғанымыз ұзындығы 4 сантиметр. 4 сантиметрді екіге көбейтеміз. Және мына жерде Б қабырғасы, яғни ені бізде 2 сантиметр. 2 сантиметрді екіге көбейтеміз де, олардың мәндерін қосамыз. Сонда мәні 12 сантиметрге тең болады. Үшінші әдіс көбейтудің қосуға қатысты үлестірімділік қасиетін пайдалана отырып есептеуге болады. Яғни А және Б қабырғаларының қосындысын екіге көбейтеміз. А қабырғасы деп отырғанымыз бізде 4 сантиметр. Оған қосамыз енін 2 сантиметрді. Шыққан мәнін екіге көбейтеміз. Сонда мәні 12 сантиметрге тең болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай
осы жерде біз тік төртбұрыштың периметрін есептеудің әртүрлі тәсілдерін түсіндірдік. Яғни, бірінші тәсіл бойынша барлық қабырғаларының ұзындықтарын қостық. Екінші тәсілде біз ұзындығын және енін екі еселей отырып, периметрін таптық. Үшінші әдісте ұзындығы мен енін қосып, екіге көбейту арқылы төртбұрыштың периметрін есептеп таптық. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.